сол жаңағы белгілі бір кәсіпті ашу үшін сол өзінің жалақысынан пайызынан оған қаншама денсаулық кетеді, уақыт кетеді, ол да стресс. Жаңағыдай қаржылық жинап. Ал кредит алатын болса, адам мақсат қояды. Мақсат қойғаннан кейін сол мақсатқа жету жолдарын жаңағыдай қадам-қадаммен жаңағыдай дұрыстап зерттеп, оны жаңағыдай есептеп, сосын кәсібін ол жаңағыдай кредитті алып, белгілі бір сумманы кәсібін ашып, сол кәсібін дөңгелетіп, сол қарыздарын жауып, сосын оның үстінен өзінің көретін пайдасын барлығын есептеп